Мені бастыққа кіргізбей тұрсыз. Мен сізге тағы да айтамын, бастық өз орнында жоқ, дұрыс па? Дұрыс па, дұрыс емес па, мен қалай көз жеткіземін оған? Бастық өз орнында жоқ. Егер де ол кісі өз орнында болса, мен сізге айтатын едім, бастық орнында конституция кіресіз деп. Жоқ, ол кісінің өзінің орнында бар не жоқ екеніне мен қалай көз жеткізе аламын? Мен мына жерден камерадан көріп тұрмын ғой, есігін жауып жаңа кетті ол кісі. Біз ол кісіні сыртта да күтіп тұрмыз сөйлесуге. Ол кісі бір жеке, бір өзінің бір жеке бизнесінің басшысы емес қой. Мен сізге тағы айтамын, ол кісі кетіп қалды. Орында болатын болса, мен сізге кіргізбейтін едім, дұрыс па? Ол кісі жоқ қазір орында. Ол қазір ғана мені қабылдап еді ғой, орында болды ғой. Жоқ, шыққан жоқ ол. Екінші этажда отырды ғой ол. Шықты деймін. Мен көріп тұрмын камерада, мына жерде міне камералар ілініп тұрмын. Шыққан ол басқа ғой, старший лейтенант, осы жерде түсіріп жүрген лейтенант болды ғой. Подполковник ана қалай айтады? Бастық орнында жоқ. Егер де болатын болса, ол кісі сізді қабылдайтын сарғайды. Подполковник Муслимов Алмаз. Вообще, номер 4-ші мекемеде осы жердегі сотталып жатқан Марат Жыланбаевқа қатысты үлкен инцидент болып жатыр. Марат Жыланбаевтың қазір хабарламасы бойынша оның өміріне қауіп төніп тұр. Оған анау-мынау емес түрменің қызметкерлерінің өздері қысым жасап жатыр. Енді неге бізге осы мәселені ашып айтпайды? Мысалы, қазір менде күдік бар. Мүмкін Жыланбаевқа бір қастандық шынымен мүлдем іс жүзінде жасалған шығар. Ол кісінің мүмкін ол кісі тіремес шығар қазір. Ал сіздер бізге соны жасырып тұрсыздар. От сонымен білгім келеді ғой. Бастық келсін, қабылдайды. Сіз осылай деп, бастық келсе, бастыққа ашып айтыңыз. Бастық деген кісі, ол аты жөні жаңағы байқада ма? Қазбек мырза. Қабылдасын деп сіздерді. Жарайды ма? Міне сіздің пропускыңыз даяр тұр, ол кісіге жазылған. Келеді, қабылдайды өзі. Жақсы, күтемін. Таңертеңгі сағат 9-дан бері күтіп отырмыз, тағы да күтеміз.